Бұл оқиға менің өмірімдегі ешқашан есімнен кетпейтін оқиғалардың бірі болды. Күзетші болып жұмыс жасап жатқаныма 5 жылдан асты. Өз тәжірибеме өзім сенемін. Себебі ұйқыға қатты жоқ едім. Базарда күзетші болып жүрген едім. Мен өзім мүлдем ұйықтап көрмеген адаммын ғой. Тіпті қанымда үйреніп кеткен десем де болады. Бүгін базарда бірақ сәл шаршағандай көріндім. Адамдардың барлығы кетіп, барлығы шауып жатқанда мен әрине камера бақылауларын қарап отырдым. Бүгінсімен де өзім жалғызбын. Жанымда достарым да жоқ. Әрине сәл қиындау соғады деп те ойлап, мен өзіме энергетиктер сатып алып ішіп отырдым. Себебі сәл ұйқыға басып тұрғандай көрінді. Бірақ өзім ісіме адал едім. Мүлдем ұйықтап кетпеймін. Бірақ энергетик ішіп отырып ұйқыға кеткенімді сезе бастадым. Көзім бірден ілініп қала беріп еді. Бірден шумның дауысын естідім. Бұл базарда адамдар жүргенде естілді. Кім кіріп кетуі мүмкін деп көзімді бірден аштым. Базарға барғанымда ешбір адамды көрген жоқпын. Ол жерде ешкім жоқ. Мүмкін дауыстар қатты шаршағаннан кейін естілді ме екен деп те ойладым. Жан-жақты бір тексеріп, әрі қарай камера жаққа қарап отырдым. Есімнен танып қалатындай сезімде болдым. Біраз отырғанда көзім ақырын іліне бастады. Сол кезде өзімнен ұйықтап жатқанымды сездім. Бірақ көзім мүлдем ашылмай тұрды. Қалай дегенмен де ұйықтап жатсам да ояу жатқанымды сездім. Сол кезде біреудің келе жатқан дауысын ести бастадым. Өзімнен 10 метр ары тұрған бір адамның тұрғанын сездім. Ол кезде мен тіпті көзімді ашпадым. Себебі миымның айтып жатқаны көзіңді ашпа. Енді не істеймін деп тұрған уақытта бірден аппараттар шулап бастады. Біреудің келгеніне маған қауіп білдірген болатын. Мен бірден көзімді ашып қалғанда еш нәрсені байқамадым. Жаныма досымды шақырып алып, таңның атысын бірге күттік. Бұл оқиғадан кейін күзетші жұмысынан бірден бас тарттым. Одан кейін тіпті мүлдем ұйықтай алмай, ұйқы ауруына тап болдым.